Ассалаумағалейкум. Міне мен салған семеналар уже жарып шығып жатыр жерді. Міне салғаныма 4 күн ба 5 күн ба болды. Алланың қалауымен шығып жатыр. Мынау редиска, это тоже редиска. Екі сорт салдым. Міне. Көкте уже шығып жатыр жерді жарып. Қазір балам тұра тұр. Көктеп жарып шығып жатыр. Енді помидорларым, перецтерім шықса, нұр үстіне нұр. Мына жақта клубникаларым. Клубникалар өсіп жатыр міне. Енді ертең Алла қаласа бұларда жемісін береді. Өткен жыл салған көшет рассадысын алып, 40 штук рассадысын алып салып шыққам осы жерге. Қаптап кетті. Енді білмеймін бұны қалай уход жасайтынын, дұрыс клубниканкін білмеймін. Бұл жерлерге салынды. Мына жерге сәбіз салынды. Сәбіз. Мына жерде свекла салынды. Қазір балам тұра тұр, тоқта. Мына жерге помидор отырғызылған. Мына жер баклажан. Мынау болгарский перец и так далее. Мынау малина. Малинам шығып жатыр міне өсіп. Мына жерде крапива дейді ғой. Денеге тигенде қыштатын шөп, емдік шөп, бұл да шығып жатыр. Мына жер енді ягодылардың орны десе болады. Мынау торын дейді. Бұл өз жарып шыққан жерді. Білмеймін. Мынау да сол малина. Мынау енді смородина. Смородина өсіп жатыр. Мынау вишня, черешня, солардың тұқымдасы тоже егіз болып шығады. Бұл биыл көктеп гүлдеп жатыр. И ар жағы тоже смородина. Ана жерде талдар, көшеттер отырғызылды. Енді Алла қаласа олар да көктейді.